Барлығына сәлем. Міне беременный тұрысында вот түнде су көп үшін азанда бетіңді таптап кеткенде ісіп кетеді. Мен бір ойдақ қыздарға, жас қыздарға, студент қыздарға ақыл айтқым келіп тұр да. Ақыл емес енді бір түртіп аларсыңдар бір жерге. Қазірден депозит ашып ақша жинаңдар. Қазір недвижимостьтің бағасы өсіп жатыр. Қазірден отбасы банкке ақша жинаңдар. Минимальный сумма 7000 теңге ғой. 7000 теңгеден ай сайын табылады ғой любой қызда. Соған жинаңдар. Жерге, кімге тұрмысқа шығатындарыңа білмейсіңдер. Это не гарантия, что ода барлығы бар. Во-первых, во-вторых, сенде болса, мысалы, сен ақша жинап алдың делік та, мысалы. Сен бауырыңа қажет болар. Сен туысқаныңа қажет болар. Болмаса енді сіңліңе қажет болар, может. Енді әркімде әрқандай ситуация ғой. Қазірден. Так что қыздар бір-екі киімді алмай, лучше 7000 теңгеге дем болсын, 7000 теңгеден болсын. Ақша жинай беріңдер. Жилстрой банкке, отбасы банк қой енді. Сол. То что? Қайда тұрсаң да, ауылда тұрсаң да, қалада тұрсаң да, өте не важно. Ашып, через приложение ашуға болады. Қазірден ақша жинаңдар. Стипендияң болсын, хоть содан жина. Мен өзім бір емес екі жерден стипендия алатын, екі оқуымда да. Біреуін жинамағым. Жинап, ешнәрсе алмағам. Киімнен басқа, жаратқаннан басқа. Мен квартирада да тұрмағам. Әке-шешем үйі роскошно өмір сүргенбіз. Ақырында батыс, ни квартиры, ни дома. Біреуге тұрмысқа шықтық. И все, енді теперь ходим. Так что қазір барлығында проблема. Күйеуіңде болмаса, өзіңде болған жақсы. О күйеуіңде гарантия жоқ, что ода болады деген. Өзің жинай бересің, кейін күйеуіңге тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіңмен бірге жинайсың. Все. Сосын бір үй аласыңдар. Пока бір комната, кейін екі комната. Бірден бәрі болмайды ғой. Солай, қазіргі жастардың бәрі дамып кеткен шығар енді, білмеймін. Сонда да айтып қояйын деп отырмын да.